Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен песочный және дәмі өте дәмді болып шығатын сүзбелі бәліш дайындаймыз. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге електен өткізілген 200 грамм ұн, 100 грамм қант ұнтағы, 2 жұмыртқаның сарысы, 1 шай қасық қамыр қопсытқыш және 100 грамм мұздай тоңазытқыштан алынған сары май қажет болады. Алдымен құрғақ заттарды салып араластырып аламыз жақсылап. Бұл жерде қант ұнтағының орнына жай ғана қантты пайдалансаңыздар да болады. Енді мұздай сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Яғни крошка пайда болғанға дейін араластырамыз. Жұмыртқамыздың сарысын салып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұп-жұмсақ, эластичный, әдемі қамыр болады. Оны тоңазытқышқа жарты сағат немесе 1 сағатқа алып қоямыз. Ішіне начинкасына 400-500 грамм сүзбе, 5-6 ас қасық қант және 2 жұмыртқа қажет болады. Осылай жақсылап миксерде араластырып, барлық ингредиенттерді араластырамыз. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Астыңғы жағы үлкен бөлігі болады, үстіне кішкентай бөлігін алып қоямыз. Сіздер бұл үлкен қамырды пісіретін ыдысқа салып жайсаңыздар да болады. Маған осылай алдымен жайып алып, одан кейін ыдысқа салған ыңғайлы. Ортасына начинкасын құямыз. Шет жақтарын домалақтап, әдемі формаға келтіреміз. Мен бұл бәлішті асығыстау жасағаннан кейін әдемілеп әрлеуге уақытым жеткен жоқ. Сондықтан әдемі әрленген жоқ менің бәлішім. Сіздер үстіңгі жағын өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты әрлесеңіздер болады. Гүл жасасаңыздар болады, немесе жапырақтар жасап қойсаңыздар болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және 180-200 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.